Атом электр станциясын салу бойынша түсіндірме жұмыстары Шу ауданында белсенді жүргізілуде. Жалпыұлттық референдумды өткізудің маңыздылығын жеткізу үшін облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы зиялы қауым өкілдерімен жүздесті. Атом электр станциясын салу және пайдалану өңірде жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Бұл дегеніміз жұмыссыздықты азайтуға және халықтың өмір сүру деңгейін жақсартуға ықпал етеді. Атом электр станциясы салу еліміз үшін үлкен мүмкіндіктерге жол ашатыны айтылып, референдумда әрбір азаматтың дауысы маңызды екендігі жеткізілді. Кездесуде алдағы 6 қазанда өтетін референдумға қатысып, таңдау жасау керектігін айтып, нақты дәлелдермен түсіндіріп өтті. Көп мемлекеттер мысалы халықпен ақылдасқан жоқ. Өзбекстанда мынау Росатом қазір құрылысын бастады, олар да ақылдасқан жоқ. Түркия мысалы, Түркия жаңа Қасымхан ағамыз айтып кетті, ол Қазақстанға қарағанда енді демократиялық ұстанымдар ол жерде біршама жоғары дамыған. Ол жақта да олар халықпен ақылдаспай, бір дегеннен сондай шешім қабылдап құрылысын бастап кетті. Бірақ бізде енді мемлекет басшысы шешім қабылдады. Халықтың пікірін тыңдайды, халықтың ойын тыңдайды.